Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін түскі асқа ет асамын. Ол үшін көріп тұрғандарыңыздай жылқының қазы қартасын, қазы тұздалып кептірілген және 1-2 бөлек мүшесін алдым. Енді осылардың бәрін жақсылап жуып, қазанға салайын. Bismillah. Ал мынау кепкен қазыны сорпа бір қайнап, көбігі алынғаннан кейін саламын. Қазандағы еттің беті жабылғанша үстінен су құямын. Енді еттің қамырын илеуге кірісемін. Шамамен 2 жайымға жететіндей ұн алып, оған 2 жұмыртқа қосып, жылы сумен тығыздау етіп қамыр илеймін. Иленген қамырды 10 минутқа бетін жауып қойып қоямын. Оған дейін пиязын турап, тұздығын дайындаймын. Тұздыққа шамалы тұз және қара бұрыш салдым. Қамырды иін қандырып, тағы бір рет басып қоямын. Міне сорпада қайнап, еттің көбігі алынып жатыр. Енді бағанағы қалдырған қазыны салатын уақыт келді. Сорпаның бетіне шыққан көбікті тағы бір рет жинап аламын. Мінекей етіміз баяу отта баппен қайнау үстінде. Қайтадан қамырға ораламын. Енді оны 2-ге бөліп, жақсылап басып, 5 минутқа бетін жауып қоямын. Мінекей қамыр әбден иығанып дайын болды. Енді оны есудің уақыты келді. Қамырға ұнды бір-ақ рет сеуіп, сол ұнмен домалатып, жұқа қылып жазып алып шығу керек.
Жазылған қамырды міндетті түрде шамалы кептіріп алу қажет. Енді сорпаның бетінің майымен ет салатын астауды майлаймын. Қымыз сапырғанды ұнатады, сондықтан оған ерекше көңіл бөлемін. Мінекей ет те пісіп дайын болып қалды. Енді оны түсіріп аламын. Тұздықтың сорпасын құйып, қайнау шегіне жеткенше бір қыздырып аламын. Қамырды сүзілген сорпаға салып, пісіріп аламын. Ол дайын болғанша етін турап қоямын. Жака, шұжық бар ма? Ет туралғанша міне қамыр да пісіп дайын болып қалды. Бүгінгі біздің қазақша етіміз ерекше болайын деп тұр. Себебі оның үстіне кешегі дайындалған уызды қосамын. Мінекей достар, бәрі дайын, асымыз дәмді болсын. Рахмет. Біз үшін ет жегеннен кейін құрт қосқан сорпа ішу әдетке айналған.
Достар, осы видеоны басынан аяғына дейін қарап, зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Сіздерден сұрайтыным, белсенділік танытып, лайк немесе дизлайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Ал енді мен сіздермен қоштасамын. Осы каналда келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.